Бәріңе сәлем достар. Қытай ок каналында сіздерге AliExpress сайтынан сені таң қалдыратын заттар туралы айтамыз. Кім ерінбей видеоны соңына шейін көрсе, біздің конкурсқа қатысып, осы видеодағы бір затты тегін ұтып аласыздар. Сонымен бастайық. Сіз қаншалықты біреу сіздің экраныңызға қарап отырса, өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз. Біреу сіздің мониторыңызға қарағанда ыңғайсыздық тудырмас үшін осындай жағдайда мониторында аппақ экраны бар. Оны тек белгілі заттармен ғана, арнайы көзілдірікпен ғана көре аласыз. Керемет зат. Айтпақшы, мұндай мониторды кез келген адам жасай алады. Мұны қалай істеу керегін видеоның соңында көрсетемін. Сіз ұйқыдан оянғанда өңім бе, әлде түсім бе деген кездер бола ма? Болса, сізге анық-қанығына жету үшін осы ұйқы маскасы көмек бере алады. Матаның астында экран платасы, және батареясы, және жарық сенсоры мен 6 жарық диоды бар. Бұл ұйқы маскасы сізді қажет уақытта оятып, түсіңізге кіріп оята алады. Ал енді мойындаңыз, сіз үнемі стақанды әрдайым құлатып ала бересіз бе? Қолыңыздан түсіп кете бере ме? Әлде абайсызда қағып кетесіз бе? Олай болдырмас үшін мына керемет құлата алмайтын кружка туралы айтайық. Оны өзіне 470 мм сұйықтық сақтай алады. Оны кез келген тегістікке қоя аласыз. Басты ерекшелігі төменгі жағында сорғыш тетігі болуы. Ол кружканы түзу қалпында ұстап, ішіндегі суды төккізбейді, және сіз оны байқамай құлатып алып немесе қағып кете алмайсыз. Ал оны алу үшін жай ғана ручканы көтересіз, және оп-оңай алынады. Бұл амиянға қарасақ, ешқандай ерекшелігі жоқ сияқты. Бірақ бұл амиян барлық ерекшелігі ішінде тығылып жатыр. Банкоматтық карточка қалтасы мен монета сақтайтын қалтаның аралығында от тұтатқыш орнатылған. Ол жерде жанғыш затқа сіңірілген мата орналасқан. Оны жай ғана тұтатқышынан түртіп қалса, ол әмиянның ішінде жанады. Ал оны өшіру үшін әмиянды жауып қалса болғаны, ол өшіп қалады. Достарыңа немесе жақындарыңа фокус көрсетуге керемет зат. Магниттік байлау. Бұл бір жаңа нәрсе. Ал бұл қызық. Енді аяқ киімді кию барысында бау байлау дегенді ұмытасыз. Бірақ секундта магнитті тақасаңыз, ол өзі бәрін істеп береді. Ыңғайлы керемет магнит. Оңай тағылады. Магнитке тағу үшін әр тесігіне бау өткізіп, баудың соңын ішіне тығасыз. Сонымен дайын. Енді сіз оңай шешіп, оңай таға аласыз. Айтпақшы, шешу жағы мүлдем оңай. Аяғыңызды өкшеңізге көтерсеңіз болғаны. Бұны сатып алам дегіңіз келсе, ссылка видеоның астында. Бұл ақылды шам. Xiaomi'дан шыққан, және смартфонмен басқара аласыз. Қызығы, түсін өзгертіп қана қоймай, кез келген графикта жұмыс жасай аласыз, және кез келген патронға келе береді. Онымен қоса миллиондаған түске ене алады. Қысқасы, смартфонмен өшіріп қосу, және түсін өзгерте аласыз. Керемет пе? Онда лайк бас кет, достым. Ал бұл робот ит. Бұл ит өзінің программаларымен белгіленген қожайынның даусына командаларын түсініп орындай алады. Эмоциялар жасап, және құлағын басын бұра алады. Көзін ашып жұма алады. Ал денесін 20 қозғалыс орындай алады. Ондай қозғалыстарды адамда орындай алмайтын шығар. Бұлайша айтқанда, ақылды робот. Ал сен бананды күштілеп әрдей аласың ба? Мен де білмеймін. Бәріміз жас кезімізде айрық ағашты алып резеңкемен рогатка жасайтынбыз. Енді қазір де жасайтын шығар, бірақ заманның талабына сай рогатка да бар. Ол арнайы дәлдігімен, тигізгіштігімен қоса оқ сақтайтын жеріне шейін бар. Енді дәл тигізуге мүмкіндік көп болады. Интерактивті аспалы найзағай ретінде жасалған құдды бір құйын келе жатқандай. Оның аумағы 70-тен 36-дан 33-ке дейін сантиметрді құрайды. Ода екі функция қарастырылады. Сымсыз жарқырау арқылы немесе сыммен адам жақындау барысында датчик арқылы өзгерту, және қуат көзіне қосу арқылы жану деген сияқты. Бір сөзбен айтқанда, бұл кәдімгі свет сияқты, бірақ керемет сезімде боласыз. Құдды бір құйын келіп найзағай келе жатқан сияқты. Бұл жарық әсері бар спрей. Жарық шығару шамы бір затқа немесе киімге спрейді сеу арқылы түнде сіз жанып жүресіз, немесе сізге жарық сүрсе, сіз жанасыз. Оны сумен кетіре алмайсыз. Оны сабынмен немесе порошокпен кетіре аласыз. Ал спрейдің эффектісі бір немесе 2 апта аралығында дейін сақтала алады. Бұл спрейді жағып, сіз жарқырап жүре аласыз. Ал жаңа кроссовки сатып алдым. Енді далаға шықсам, жаңбыр күтіп тұр. Бірақ менде су өткізбейтін арнайы бахилалар бар.
арнайы замогымен әртүрлі жолға қарамастан құрғақтығын сақтап тұратын және оны кептіріп тағы кие аласыз. Қымбат аяқ киім кисеңіз немесе аяғыңызды ылғалдан сақтасаңыз міндетті түрде заказ бере аласыз. Ал заттарды заказ беру үшін ссылка видеоның астында. Телескопиялық магнит жарығымен. Егер сіз темір заттарды қолжетімді жерден алғыңыз келсе, онда осы магнит арқылы ала аласыз. Машинаны жөндеуде керемет зор көмек бола алатын бір қуысқа түсіп кетсе оңай ала аласыз. Керемет емес пе достар? Вакуумдық пакет. Бұл танымал қапшық. Бұл жерге киімдерді көп уақытқа сақтап қоюға болады және көп орын алмайды. Өз орнын алуға қамтамасыз етеді және киімнің сапасын көп уақытқа сақтап тұра алады. Ол үшін қапшыққа киімдерді салып, аузының жабылғанын мұқият қарап, қапшығын ашып, пылесоспен, яғни сорғышпен ішіндегі ауаны тартып алу қажет. Сонымен заттар дайын. Әлемдегі ең жылдам қораптан шыққан мини қайық. Оның жылдамдығы 50 км сағатына болса, ал қосымша батарейкалармен жылдамдығы 80 км сағатына. Онымен балалар ғана емес, ересектер де қызығушылық таныта алады. Бұл қайыққа отырған кеп кетеді. Енді люгі оп-оңай ашылып жабылады. Сіз оны жоғалта алмайсыз. Пультінде қуат көзі көрсетіліп тұрады. Электронды балық. Бұл заттың ерекшелігі, суға салсаң, суды сезіну арқылы қозғалады. Тірі балық сияқты. Оның екі жағында кнопкасы бар. Бірдей басса, ол аузын ашып, құйрығын қозғалтады. Судан шығарса, қозғалмай қалады. Өліп қалған сияқты кейіп танытады. Ұзындығы 7-8 см. Қарап бақылауға болады, бірақ шын балықты ешқашан ауыстыра алмайды. Ақша жинағыңыз келсе, онда керемет ақша жұтатын, тиын жұтатын копилканы сатып алыңыз. Оған тиынды аузына тықсаңыз, аузын ашып тиынды жұта алады. Және тағы бір қызықты копилка, ақшаны тарелкаға салсаңыз, аузын ашып тарелканы тастайды. Қорқынышты, бірақ қызық. Жаз, ыстық, маса, олар әрдайым бірге. Ал маса үнемі шағады, бірақ бұл зат олардан қорғауға емес. Маса шаққан жерден осы гаджетті қойса, лезде жоғалып кетеді және қышығаны қояды. Ол вибрациямен ыстық береді. Сол арқылы шыққан жердегі тітіркену жоғалады. Бұл жай ғана чемодан емес, бұл робот жер серік чемоданы. Бұл өз қожайынына белгіленіп, соның артынан автоматты түрде жүріп отырады. Оны тек қожайыны ғана аша алады. Түрі немесе саусақ сенсор арқылы ашады. Оны ұрлап алып кету мүмкін емес, өйткені ол 30 метр алыстаса сізге смартфоныңызға хат келеді. Мен алыстадым деген және қай жерде тұрғанын көрсете алады. Шексіз кубик. Магнит қаптамасы бар, сіздің ішіңізді пыстыртпайды. Бас қатыруға және достарыңызды таң қалдыруға тура келеді. Және де синдром аутизммен ауыратын балалар мен ересектерге стресстен арылуға көмек береді. Сіздің үйіңізде сіз сусынды өзіңіз құясыз ба? Тезірек оны өзгертіңіз. Көп орын алмайтын мини сусын құятын зат өте ыңғайлы әрі тез. Ал енді бананды оп-оңай кесе аласыз және әрлей аласыз. Ол үшін мына универсал пышақ көмек бере алады. Балаларға кесіп бере аласыз, бірақ мен өзім кеспей жеймін. Кім бананды қалай жейді? Комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Енді видеоның басында уәде бергенімізде сіз ғана көре алатын монитор жасайық. Мониторды алып, сыртқы қабатын шешіп, оған пышақпен полярлық пленкасын кесіп аламыз. Шет жағымен, сосын оны линейка арқылы шешіп аламыз. Содан кейін экранды спиртпен және қағаз қолдана отырып тазалаймыз. Содан одан көзілдірікке линза кесіп аламыз. Ал енді біздің құпия монитор дайын. Ал бұл тек ойыншық қана емес, керек ақпараттарды қорғауға да болады. Ал енді біздің конкурс. Осы видеодағы кез келген затқа қатысу үшін шарттар сол баяғы. Видеоға лайк, каналға жазылып, видеоны достарыңа жіберу. Сосын комментарияға коммент жазу. Лайк генераторы біздің жеңімпазды таңдайды. Ал видео 20 000 лайк жинаса, мен конкурстың қорытындысын видео арқылы көрсететін боламын. Ал сәттілік тілеймін достар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.